Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бізде жаңбыр жауып тұр, күшті болып. Құр шықты. Сызайын деп келгем. Шыды ма деп соған қарама, бір шықты. Қазір бәрін осындай алдырысып алдық. Бұрында ағаш бөшке естуші едік. Онға еп қойсам екен, сіздер мені көре алатындай. Өзін жер жоқ екен. Осылай қойып қойсам бола ма, болмай ма? Қоймай ма? Қоймай ала ма? Қойын ба? Қойын тұрған жоқ не? Бір штатив алу керек өтесін. Қалға етіп, видео отырмызын. Ағаш бөшке болғанда бір шымай қоятын. Шымай дәйті алыптар жоқ қояды қасын. Ағаш бөшкеден тез башайды сол қасын. Басқа жақта. Оңтүстік жақ түсінбейді жақ, бірақ біздің жақта осылай істепті. Былтыр негізі жол болған бел жоқ. Көбейіп қалған білім деп қойдым. Басып қойдым. Ой. Ананың тауықтарды шақырып, тауықтар жоқ қояды. Осы достар. Түсті ма, түспеді ма? Енді кішкене кетті. Ожауым болатын. Что-то жоқ бел. Күшті болып тұр. Қолым сарсуға жуыладым. Сол достар. Сіздермен болған Асылбек айкөміз. Ана. Оңтүстік жақта құртты. Айран қылдырып үй тама, одан май алама бірдеме істейді екен. Ондай нәрсемен біз айналыспаймыз. Біз орталықта кәдімгідей сепаратормен тартамыз, сүт машинамен. Қаймағын солай айырамыз, сүтті қойып. Сосын көк сүтті осындай бөшкелерге қойып қоямыз. Күн ыстығымен несімен өзі бұршиды. Сосын екінші күні оны үстіп басып қоямыз ауыртаспен. Сосын оны жаямыз. Ал достар, сау болыңыздар.